Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге LaTeX-та PDF форматын алатын кезде PDF форматының шықпай қалуы, ошибка болу туралы толыққанды айтып кетемін. Ендеше көріп тұрсыздар, файлда бізде ешқандай қате жоқ. Енді PDF форматын шығарып көрейік. PDF форматы шығып тұр. Енді біз қазір қолдан ошибка жасаймыз және де сол ошибкаларды табу жолын сіздерге көрсетемін. Ошибкалар көріп тұрғандарыңыздай астыңғы файлдың екінші бөлігінде көрініп тұрады. Біз қазір мына жерден бірнеше жақшаларды алып тастайық. Тік жақшаны, фигурный жақшаны алып тастап, PDF форматын шығарып көреміз. Бізде PDF форматы шықпай қалуы мүмкін және де ошибкалардың санын көрсетеді. Ендеше кеттік. Мына жерден тік жақшаны алып тастаймыз. PDF форматты басамыз. Көрдіңіздер, бізде PDF форматы шықпай қалды. Ендеше бізде ошибка бар. Ошибка 18 саны көрініп тұр. Енді қай жерде ошибка бар екен, ең төменгі жағында бұрыштан көруге болады. Оң жақ бұрышта ошибканың линиясы көрсетіледі. Және де сіз жаңағы қызыл кнопканы басатын болсаңыз, дәл сол ошибкаға алып келеді. Қызыл кнопка ол лип белгісі PDF форматын басатын жерде тұр. Ендеше біз мына жерде көрейік, қай жерде қате кеткенін, біз оны тауып алу керекпіз. Бірінші қателікті біз таптық. Екінші қателік бізде 1.95 линияда. 1.95 линияны тауып аламыз. Яғни ол жерде бізде тік жақша қойылуды ұмытып кетіппіз. PDF форматын шығарып көрейік. Ошибка жоқ, PDF форматы шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Кейбір кезде болады ошибка болып тұрса да PDF форматы шығады. Егер ол ошибка қатты грубый емес болса, бірақ сіз документ өткізетін кезде міндетті түрде ошибкасыз болу керек. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.